Ассалаумағалейкум достар, біз бүгінгі шығарылымда сіздермен бөлісетін ақпараттардың аңдатпасы мынадай. Ювентус қаржылық кризистерге байланысты Влаховичті сатуға дайын деп хабарлайды. Мұхаммед Салахтың ПСЖ командасына ауысуы қаншалықты шындыққа жанасады. Харри Кейн Манчестер Юнайтедке өтуге дайын отыр деп хабарлайды AS басылымы. Кеше ғана Сауд Арабиясына ауысқан Роналду неліктен Ювентусты сотқа берді. Ал достар, бүгінгі шығарылымда сіздермен бөлісетін ақпараттардың аңдатпасы осындай. Ал ендеше біз бастаймыз, таяқты жерге тастаймыз. Экранға жайғасып болсаңыздар, бүгінгі шығарылымды бастаймыз достар. Роналду Ювентусты сотқа берді. Ювентус жасырын келісімшарттарға негізделген 20 миллион еуро жалақысын төлемеген болып табылды және үстілерінен іс қозғалған болатын және іс сотқа жетті. Роналду енді сотқа өзі нақты кепіл айғақ дәлел баратындығын жариялады достар. Ювентустың жағдайы біршама қиындап кетті ме деп ойлаймын. Осы қалай ойлайсыздар достар? Ойларыңызды комментарийге жазып. Ал достар, ПСЖ-ға келетін болсақ, Неймардан шаршаса керек. Неймардың орнына жазда мықты шабуылшы аламыз, мықты сұрмерген алып келеміз деп отқан жайы бар екен, және ол сұрмергендердің АПЛ-дан тауып қойыпты достар. АПЛ-дің ең мықты сұрмергендерінің бірі Мұхаммед Салахқа ПСЖ нақты көз тігіп отыр, және біздің Неймарды жоқтатпайтын нақты шабуылшылардың бірі орынбасар бола алады деп санайды екен ПСЖ командасы. Ал достар, Ливерпулдің жағдайына келетін болсақ, Юрген Клоп мырза айтады, біздің шабуылшылар мен жартылай қорғаныстың проблемалары күннен күнге артуда. Бізге шабуылшылар алу керек, бізге позицияны күшейту керек, бізге қорғанысты күшейту керек. Жарақат алған ойыншылардың саны күннен күнге көбейді. Сол себепті біз ойынның деңгейін түсіріп алдық. Алдағы уақытта барлығын реттейміз деп жауап берген екен сұхбатында. Ай қайдан, басқа Ливерпулдің жағдайы біршама төмендеп кеткен тәрізді достар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Тіпті Чемпиондар лигасына жолдама алудың өзі қиыны ма деп отырмын. Өз ойыңды комментарийге жазып кет. AS басылымының айтуынша, Харри Кейн Манчестер Юнайтедке өтуге дайын екенін жариялады. Ал Манчестер Юнайтед болса, жазғы трансферлік терезе кезінде Харри Кейн өздерінің басты трансфері болатындығын нақты жариялап отыр. Тоттенхэмге келетін болсақ, жазғы трансферлік терезеде Харри Кейнді алғысы келген кез келген клуб біздің командаға 100 миллион еуродан артық ақша ұсыну керек деп нақты өздерінің жоспарын, ойын жариялап отыр достар. Достар, Ювентус құлдырай бастады, себебі Маккени деген ақштың жас таланты Ювентустан АПЛ-ға, яғни Лидиске ауысып жатыр. Ауысып бүгін ресми 28-ші номерді алып, Лидистің ойыншысы атанды достар. Құттықтап қойсаңыздар болады. Достар, Ювентусты құлдырай бастады деуімнің негізгі факторларының бірі өздерінің ең мықты тоғыздығы, ең мықты шабуылшысы Душан Влаховичті сатуға дайынбыз деп жариялады. Енді мынау қысымда, енді мынау кризис кезінде басқа шығатын жол таппаған тәрізді. Душанды алғысы келген кез келген команда біздің клубқа 80 миллион еуродан артық ақша ұсыну керек деп нақты ойларын айтып жеткізді. Біз сонда ғана қарап көріп шығатын боламыз дейді. Достар, бүгін шығарылым осымен тәмам соңына жетті. Достар, өз ойларыңызды комментарийге жазып, лайктеріңізді басып кетсеңіздер, біз қоштаспаймыз. Келесі шығарылымда кездескенше.